Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін лаваштан жиі дайындайтын осындай перекустың рецебімен бөлісемін. Осындай лаваш аламыз. Домалақ ішінде 2 штук болатын. Жалпы барлығы осындай лаваштан 4 штук керек болады бізге. Бұның диаметрі примерно 50 сантиметр. Осыны 4 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде общий 16 штук шығады. Сырды теркадан өткіземіз. Мен сулугуни қолдандым. Одан кейін шпинатты жақсылап жуып алып турадым. Шпинаттарыңыз жоқ болса, кәдімгі петрушканы қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз қосамыз. Сөйтіп начинкамыз дайын. Осылай ораймыз. Содан кейін жаңағы лавашты жабыстыру үшін кәдімгі стакан суға батырып біріктіреміз. Болды, барлығын осылай дайындап шығамыз. Бұны негізі майға қуырсаңыздар болады, қыздырып, бірақ мен енді олай істегім келмеді. Осылай барлығын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жағып, пеште 200 градуста әдем болып қызарғанша салып алдым. Сонымен дайын оп-оңай таңғы асқа өте күшті вариант. Тез жасалады, тойымды. Жасап көріңіздер. Видеома ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.